Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде 3-ші сыныпқа арналған Абай Құнанбаев тақырыбында диктант. Алдымен мәтінге назар аударайық. Мен сізге мәтінді толық оқып беремін, содан соң мәтінді жазуға кірісеміз. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Абай Семейдегі медреседе 4 жыл мұсылманша оқыды. Сонда жүргенде өз бетімен 3 айдай оқып, орыс тілін үйренеді. Абай 12 жасынан бастап өлең жаза бастайды. Абайдың 20-дан астам әндері бар. Абай халықтың қамын ойлаған ақын. Ал енді достар, диктантымызды жазамыз. Алдымен тақырыбын жазып алайық. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев. Бірінші сөйлем Азат жолдан бастап жазамыз. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Жазамыз. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Сөйлемді тексереміз. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Келесі сөйлем. Абай Семейдегі медреседе 4 жыл мұсылманша оқыды. Жазамыз. Абай Семейдегі медреседе 4 жыл мұсылманша оқыды. Сөйлемді тексереміз. Абай Семейдегі медреседе 4 жыл мұсылманша оқыды. Келесі сөйлем. Сонда жүргенде өз бетімен 3 айдай оқып, орыс тілін үйренеді. Жазамыз. Сонда жүргенде өз бетімен 3 айдай оқып, орыс тілін үйренеді. Сөйлемді тексереміз. Сонда жүргенде өз бетімен 3 айдай оқып, орыс тілін үйренеді. Келесі сөйлем. Абай 12 жасынан бастап өлең жаза бастайды. Жазамыз. Абай 12 жасынан
бастап, өлең, жаза, бастайды. Сөйлемді тексереміз. Абай 12 жасынан бастап, өлең жаза бастайды. Келесі сөйлем. Абайдың 20-дан астам әндері бар. Жазамыз. Абайдың 20-дан астам әндері бар. Сөйлемді тексереміз. Абайдың 20-дан астам әндері бар. Келесі сөйлем. Абай халықтың қамын ойлаған ақын. Жазамыз. Абай халықтың қамын ойлаған ақын. Сөйлемді тексереміз. Абай халықтың қамын ойлаған ақын. Мінекей достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Бағалау критериясы видеоның астында жазылған. Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны. Абай Семейдегі медреседе 4 жыл мұсылманша оқыды. Сонда жүргенде өз бетімен 3 айдай оқып, орыс тілін үйренеді. Абай 12 жасынан бастап өлең жаза бастайды. Абайдың 20-дан астам әндері бар. Абай халықтың қамын ойлаған ақын.